Сәлем достар, бұл біздің подкаст. Бүгінгі қонағымыз эндокринолог ғалым Құралай Атагелдиева. Құралай ханым, қош келдіңіз. Сәлеметсіздер ме? Алдымен эндокринолог ғалымға қандай аурулармен жүгінетінін айта кетейік, және сіздің зерттеу бағытыңыз қандай болды? Эндокринология дегеніміз гормондарды, ішкі ағзалардың, ішкі секреция ағзаларының бөлінетін гормондарын. Бұл деген биологиялық мессенджерлер деп айтамыз. Бұлар бір сигналды бір жерден екінші жерге қан арқылы тасымалдайтын биологиялық мессенджерлер болып табылады. Осы гормондардың өзгерістеріне байланысты кез келген аурумен менің көмегіме жүгінуге болады, эндокринологтардың көмегіне жалпы жүгінуге болады. Мысалы, туылғаннан бастайтын болсақ, баланың бойының өспеуі, көптеген гормональды өзгерістерге байланысты болуы мүмкін. Мысалы, 3 жасқа дейін ол қалқанша безінің гормондарының өзгерістері, 3 жастан кейін ол деген өсу гормоны деген бар. Өсу гормонының жеткіліксіз бөлінуі болмаса әсер етуінің бұзылуы салдарынан болуы мүмкін. Қант диабеті, қант диабеті, сосын деген бүйрек үсті бездері деген болады, стресске жауап беретін гормондардың бөлінуінің бұзылыстары. Тағы да сондай аурулармен эндокринолог дәрігердің көмегіне жүгінеді. Сонымен қатар кальций, фосфор алмасуының бұзылыстары, парат гормонының бөлінуінің бұзылуынан болуы мүмкін. Осындай аурулар да жиі келіп жатады. Ал сіздің зерттеуіңіз қандай бағытта болды? Сіз докторлық диссертацияны Жапониядан қорғап келдіңіз, иә? Мен докторлық диссертациядан Жапонияда қорғалғам. Менің негізгі зерттеу бағытым ол деген қант диабеті. Соның ішінде менің диссертациям қант диабетіне қарсы қазір емес, енді ол жаңа емес, ол кезде жаңа болып тұрған кезі жаңа дәрінің метаболизмге әсері, бауыр мен бүйректің алмасуының өзгерістері. Қалыпты қант диабеті жоқ жануарларда және қант диабетімен ауыратын жануарларда. Солардың айырмашылықтарын зерттеген болатым, сол бойынша диссертациямды қорғадым. Қазіргі уақытта мен деген қант диабетінің асқынуларының патогенезі деп айтамыз, даму механизмдерін зерттеу жүргізем. Қазіргі уақытта 3 түрлі ғылыми жобаны басқарып отырмыз. Оның біреуі үйреншікті түсік тастау дейміз. Әйелдер көбінесе себебін білмейтін түсік тастаулар болады. Барлық өзгерістерге олар деген диагностикасын жүргізеді, бірақ та идиопатикалық дейміз, себебін білмейтін түсік тастаулар болады. Соған мүмкін басқа да себептерін генетика тұрғысынан зерттеп жатырмыз. Қалған 2 проект ол деген диабеттің асқынуларына бейімділік бар ма жоқ па деген жоба. Соны генетика тұрғысынан зерттеп жатырмыз. Сондай 3 жобаны басқарам қазіргі уақытта. Одан арыда осы тақырыпты жалғастырам деп ойлаймын. Жақсы, рахмет. Жақында осы енді қант диабетінің күні болады ғой. Сіздің аузыңыздан естігем, мен қазір Қазақстан халқының 2% қант диабетіне шалдыққан деген. Былай қарасаң 2% деген көп емес сияқты көрінеді, бірақ ол 10-15 жылмен салыстырғанда 3,5 есе артқанын көрсетеді. Ондай да көрсеткіштер бар екен, яғни артып келе жатыр. Мұның себебі неде? Мен сізге айтайын, 2% емес, одан да көп. Мысалы деген дүниежүзілік статистиканы қарайтын болсақ, дүниежүзілік статистика бойынша орташа шамамен 7,5-8% популяцияның 7,5-8% диабетке шалдыққан. Ал бізде 2% болып көрсетіп тұр. Біздің ұлттық регистріміз бар, диабет тіркейтін ұлттық регистрде тек 2%, 495 мың адам болып тұр қазіргі уақытта. Бірақ бұл деген дүниежүзілік статистикаға ілеспейтін, менің ойымша қате сандар. Себебі біз осыған 2016 жылы үлкен зерттеу жүргізілген кардиология және ішкі аурулар ғылыми зерттеу институтында осындай кросс-секционный проспективный исследование жүргізгенбіз. Ол жерде қант диабетіне
қант диабетінің қауіп қатер факторын және қант диабеті бар науқастарды анықтаған болатынбыз. Сол зерттеу жүргізілгенде ол деген кәдімгі үлкен зерттеу болды. 6000 адам ішіне кіреді және 4 алшақ жатқан региондарда зерттеу жүргізген болатынбыз. Оның бірі Алматы облысы, Алматы қаласы, Шымкент облысы, сосын Павлодар облысынан және Ақтөбе облысынан адамдарды іріктемей, жай ғана мысалы айтамыз по подъездный осмотр дейміз ғой, бір нечетный подъездерге кірмейміз, четный подъездерге кіреміз, сол жақтан бәрін адамдарды зерттеуге шақыратын болғанбыз. Сөйтіп тексерген кезде біздің нелеріміз бойынша, біздің мәліметтер бойынша, мысалы деген Батыс Қазақстан облысында, Ақтөбе қаласында және облысында мысалы қант диабетінің таралу 8%-ке жоқ болған. Павлодарда 8,2, Шымкентте 7,5 шамасында, Алматыда 7,5. Сондықтан біздің регистрдегі ресми статистика айтылып отқан сандар өте шындыққа жуыспайтын, кішкене өте төмендетілген сандар болып есептеледі. Ол деген, бұл нені көрсетеді? Бұл деген бір өте үлкен мәселе, диабетпен ауыратын науқастардың диагностикасы төмен дәрежеде жүргізіледі деген. Себебі бізде Қазақстанда не ғой, географиялық алшақтық деген мәселе бар, үлкен мәселе. Біздің кейбір ауылдар, мысалы 500 километр жерде орналасқан, о жақта адамдарды скрининг жүргізуге шақыру өте қиын. Осындай мәселелер статистиканың дұрыс жиналуын қиындатады әрине. Бұл мәселені шешу үшін мен ойлаймын, тек қана андай ұлттық жоба жүргізу керек, диабеттің диагностикасын жақсарту үшін. Диабеттік 10 жылдық па, 5 жылдық па, сондай жүргізу керек. Жалпы скринингтан неше жыл сайын өтіп отыру керек адамдар? Негізгі бізде скрининг Қазақстанда 40 жастан асқан адамдарға 2 жыл сайын қандағы аш қарынға қант деңгейін өлшеп отырады. Соңын егерде қандай да бір ауытқулар болса, оларды қосымша зерттеулерге шақырады. Бірақ енді 40 жасқа толған адамдардың поликлиникаға барып скрининг өтіп жатқанын көргенсіздер ме? Көбіне адамдар ойлайды, жаспын, ешқандай да нелерім, денсаулықпен мәселелерім жоқ, ештеңемен ауырмаймын деп жүре береді. Көбіне көп кеш диагностика болып жатады қант диабетімен. Сондықтан осындай жалпы ұлттық скринингтер, мен ойлаймын, болып тұру керек, нақты сандарды, шын сандарды тіркеу үшін. Бізде енді бұл үлкен мәселе. Сіз айтып отырғандай. Келесі сұрағыңыз, неліктен науқастардың саны өсіп жатыр дейсіз, да? Себебі енді ойлаңыз, осыдан білмеймін 30 жыл бұрын және қазіргі уақытта өмір салты өте қатты өзгеріп кеткен, байқасаңыздар. Енді өзіңіз қалай екенін білмеймін, мен енді лифтпен паркингқа түсемін, жұмысқа барам, паркингке машинемді қоямын, сосын лифтпен жоғары көтерілем. Жаяу жүру, физикалық іс-қимыл деген өте төмен деңгейде өтеді. Жұмысымыз көбіне отырықшы. Күні бойы отырамыз, 5 сағат 8-ден 9-ға дейін арасында жүріп қоятын шығармыз, бірақ деген өте аз. Физикалық жүктемелердің аз болуы. Сонымен қатар тамақтың құрамында қатты өзгерген ғой. Соңғы 30 жыл деп айтайықшы, соңғы 30 жылдың өзінде қатты өзгерістер болған. Қазір енді бүкіл халық деген тамағын тойып жейді, той томалақ дегендер көп, сосын рафинатталған өнімдер өте көп. Олардың құрамына көбіне тез сіңірілетін көмірсулар кіреді. Сондайды көп қолданатын болғанбыз, және тәтті сусындар өте көп қолданыламыз.
қарапайым суға не болып қапты деймін да суды ішсе де болады ғой, жоқ бәрі деген кока-кола жаңағы басқа тәтті сусындар ішіп жатады. Иә, қазір барлығының құрамында қант бар ғой. Мысалы дүкендегі, магазиндегі 70-80% тағамның құрамында қант бар дейді. Жасырын түрде тұруы мүмкін, сондықтан әрине, иә. Соны кішкентай бала жастан үйретеді, жаңағы әке-шешелер алып береді өздерінің балаларына тәтті сусындарды, тәтті тағамдарды. Сосын балаларда жаңағы кәдімгідей тәуелділік пайда болады тәттіге, жегісі келіп тұрады. Одан соскочить от этой иглы очень сложно. Сондықтан бұл мәселе өте өзекті мәселе болып тұр. Әрбір ата-аналарға айтатыным, өздеріңізде қантты, тәтті тағамдарды, оннан жасалған тағамдарды шектеулеріңізді сұраймын, және балаларыңыз не жеп жүрген қадағалауын тағы да сұраймын, себебі осының бәрі қант диабетінің даму қауіп-қатер факторларын төмендетуге әсер етеді. Бұл өте маңызды. Күнделікті өмірде сіздер ойлайсыздар, енді екі конфеттен ештеңе болмайды деп. Шынына келген кезде жаңағы сол артық жеп отырған тәтті тағамдар жаңағы инсулин бөлінуінің, сосын май жиналуының үрдістерін өзгертеді. Біздің ағзамызда жаңағы метаболикалық жады деген бар. Метаболикалық жады өте тез қалыптасады. Мысалы, сіз 3 күн сізде 3 күн мысалы той-томалақ болып деген тәтті тағам жеп, бауырсақ, қамыр жеп, сөйтіп тойлағаннан кейін жаңағы метаболикалық үрдістер уже басқаша өтіп жатады. И ол метаболикалық жады ұзақ уақытқа созылады, ол бірден кете қоймайды. Ол жадыны қайтадан қалпына келтіру үшін сіз ұзақ уақыт бойы дұрыс тамақтанып, жаңағы зат алмасу процестерін қалпына келтіруіңіз керек. Сондықтан бұл үрдістер былай жалпақ сөзбен айтқанда өте қарапайым сияқты, бірақ астарында өте күрделі метаболикалық реттеу үрдістері жүріп жатады. Сондықтан түсінбесеңіздер де жаңағы дәрігерлердің айтқанына сеніп тәтті тағам, ұннан жасалған тағам, күріш, картоп сияқты тағамдарды азырақ қолдану керек. Түсінікті. Жаңа сіз айттыңыз ғой, 40 жастан кейінгі адамдар скринингтан өтіп отыру керек деп. Бірақ қазір жастар да ауырып жатыр ғой. Тіпті балалардың арасында да қант диабетіне шалдығатындар бар екен. Сонда олар қандай симптомдарды байқаса бару керек эндокринологқа? Мысал келтіргім келіп тұр. Менің таныс қызым білген жоқ өзінде қант диабеті бар екенін, бірақ күнде түнде тұрған сайын дұрыс ұйықтай алмайды, түнде сосын тұрып холодильниктен тәтті шырын бар ғой, сондай соктарды ішеді. Содан кейін барып тыныш ұйықтайды. Сөйтіп ұзақ жүрді да ақыр түбі қаралса, ода қант диабеті бар екен. Солай анықталды. Тағы қандай симптомдар болуы мүмкін? Енді ең алдымен қант диабетінің түрлері болады. Ең негізгі екі түрі, бірінші, екінші тип дейміз. Бірінші тип қант диабеті, ол инсулинге тәуелді тип деп айтамыз. Бұл деген аутоиммундық реакция дейміз. Өзіміздің иммундық жүйе ұйқы безінде бета клеткалар болады, соған қарсы аутоантиденелер өндіреді, жаңағы бета клеткаларды жояды. Бета клеткалар дегеніміз инсулинді бөлетін клеткалар. Осы клеткалар жойылғаннан кейін бізде абсолютті инсулин дефицит орнайды ағзада. Сондықтан, ал инсулин дегеніміз не? Инсулин гормоны жаңағы кілт сияқты. Жаңағы кілтті құлыпқа саласыздар да, есікті ашып, глюкозаны жаңағы клетканың ішіне кіргізетін гормон болып табылады. Ал егер де инсулин болмаса, бізде мына жерде коридорда глюкоза топырлап толып қалады да, ал клетканың ішінде глюкоза жоқ. Глюкоза дегеніміз не? Ол деген энергия көзі, Сонда клетка энергия жоқ, аштан өліп жатырмын деген сигнал келеді да. Сондықтан көбірек жаңағыдай қантты жоғарылататын басқа да қосымша механизмдер болады, солардан белсендендіреді сол механизмдерді. Одан кейін
жаңағы әлі де ағзаға түсіп жатқан жоқ, бірақ деген қан, бұл деген коридор дегеніміз енді жаңағы қан ғой, қанның ішінде қант деңгейі өте жоғарылап кетеді. Бұл ағзаның жаңағы сусыздануына алып келеді, оның үстіне осмотикалық диурез дейміз, өте көп мөлшерде зәр шығару үрдістері орнайды. Осының бәрі ағзаның сусыздануына және де ішкі ортаның қышқылдануына алып келеді. Сонымен қатар жағы майтынның көптеп ыдырауына байланысты, себебі глюкозадан энергия келіп жатқан жоқ, сондықтан майтыны көптеп ыдырайды сол кезде. Майтыны көптеп ыдырағандықтан жағы кетон денелері деген, олар мысалы белгілі бір деңгейден асқаннан кейін уытты әсер алып келеді денеге, сондықтан ағза уланып, өте науқастар өздерін өте қатты ауру сезінеді, әлсіз болады, өте көп су ішеді. Жаңа айтып отырмын, ағза сусызданады, содан кейін жаңағы компенсаторлы механизм ретінде науқастар су көп ішеді, сөйтіп су көп ішеді, сосын жаңағы осмотикалық диурезден көп зәр шығарады, сонда күніне деген 7-8 литрға дейін су ішуі мүмкін, сусындар, көбіне тәтті сусындар ішіп жатады науқастар. И сондай мөлшерде зәр шығарып жататын болады. Сонда бұны мынадай ғылыми тілмен айтсақ, ол полидипсия, полиурия дейміз, сондай үрдістер орын алады. Бұл бірінші, және өте қатты салмақты ұстау, себебі айттым ғой, жаңағы майтын ыдырау үрдістері белсендендіреді, сондықтан өте қатты салмақты ұстайды. Бұл қай тип? Бұл бірінші типті айтып отырмын да. Бірінші типте осындай өзгерістер орнайды. Сонда бұл науқастар өздерін өте ауру сезінеді, әлсіз болады, содан кейін жағдай ұйықтай алмай, енді кейде даже комаға түсіп кетеді. Қанты көп болғандықтан, кетон денелері көбейіп кеткендіктен олар комаға түсіп жатады. Сонда мысалы бірінші тип диабетімен анықталған науқастардың мысалы 20%-ға жуығы жаңағы диабеттік кетоацидозбен ауруханаға келіп жатады. Әсіресе бұл Қазақстанда өте өзекті, себебі біз айттық қой, жаңағы географикалық шалғай өңірлерден келіп жатқан науқастар білмейді, олар ауруханаға келу үшін бір өте веске себеп болу керек, сол кезде ғана келіп жатады. Көбіне көп кеш келіп жатады. Қалалық тұрғындарға өте оңайырақ, әрине, қандай да бір осындай өзгерістер көріп жатса, бірден жаңағы медициналық жәрдем қолжетімді болып тұрғандықтан диагностикасы ертелеу болады енді. Бұл бірінші тип диабет кезінде осындай симптомдар болады. Енді екінші тип диабетке келетін болсақ, жаңа айттым ғой, кілт, есік, құлып дегенде. Сон жаңағы кілтіміздің несі дұрыс, кілтіміз бар қолымызда, бірақ құлыптың бір жері дұрыс емес болып тұрады да, сон ашылмай қалады, бірде ашылып, бірде ашылмай, сөйтіп есігіміз біртүрлі жұмыс істеп тұрады өзі. Сондай үрдістер орын алып тұрады, бірақ мысалы деген бұл кілт басқа клеткаларға келе береді да, бірақ именно бір белгілі бір құлыптарға келмейді да, сондықтан мысалы майтынне үнемі жақсы ашыла береді. Сондықтан бізде жаңағы енді белгілі бір клеткаларда жаңағы глюкоза жоқ ішінде. Олардан сигнал келеді, энергия жетіспей жатыр деген. Содан кейін ағза оның энергияның орнын басу үшін инсулинді жоғарылатады, инсулин көбірек болады. Бізде майтынде и так та инсулин жоғары көп болып тұр. Инсулин не істейді? Ол майтынның үлкеюіне себеп болады. Сөйтіп майтынде ол өсе береді, мысалы да, бір шетінен ыдырап жатады, бір шетінен өсіп жатады. Басқа клеткаларда мысалы инсулин қант жетіспей жатады, басқа клеткаларда көп болып жатады, сөйтіп өте мынандай шатасып кеткен метаболизм бұл жүріп жатады ағзаның ішінде. Бұл кезде науқастар көбіне жаңағы қант диабеті дамымастан бұрын, 10-20 жыл бұрын бұлар деген артық салмақпен
зардап шегеді артық салмақтан, иә. Там су ішсе де салмақ қосып жатады мысалы. Бірақ арасында жаңағы қатты андай көмірсулар көп тағамдар жегісі келіп тұрады мысалы, да. Крейвинг дейміз ғой, жаңағы тәтті тағамдар болмаса нан, да, соны қамыр тамақ сондайды жегенді жақсы көріп тұрады, арасында бір жеп алады да, сосын деген қайта жегісі келіп тұрады. Осындай симптомдар болады ең басында, да. Бұл кезде инсулин ағзада көп бөлініп жатқан кезі. Біраз уақыттан кейін жаңағы бітті клеткалар көп мөлшерде инсулинді бөлуден шаршайды енді. Шалдығады, содан кейін инсулин азая бастайды. Осы уақытта бізде бірінші қанттың жоғарылау белгілер пайда болады. Қант жоғарылайды. Науқастар көбіне суды көбірек ішетін болады. Бір отырғанда бір шәугім шай ішіп тастап дегендей. Сөйтіп неге кіші дәретке жиірек шығып, бірақ көп көңіл бөлмейді. Сөйтіп артық салмақ жалғасып жатады. Көбіне 70% науқастардың қан қысымы жоғарылайды, да? Қан қысымы жоғарылайды, артық салмақ болады, суды көбірек ішеді, сосын жағы жазылмайтын жаралар дейді денесінде, сондай пайда болуы мүмкін, да? Болады ғой андай бөртпе, бірдеңке, олардың жазыла қою қиындыққа шалдығады. Сосын 90%-ға дейін қант диабетімен науқастар жаңағы пародонтозбен зардап шегеді, пародонтоздан. Соларда жаңағы тістерімен мәселелер жиі болады, да? Және де бұл науқастар қант жаңағы осы инсулин резистенттілік кезеңде дедік қой, жаңағы инсулин ағзада көп, бірақ деген метаболизм дұрыс жүрмейтін кез. Бұны біз ғылыми тілде инсулин резистенттілік дейміз. Сол уақытта жүрек қан тамыр ауруларының қауіп-қатер факторлары жоғарылайды. Мысалы, қант диабетімен ауыратын науқастарда миокард инфаркті 4-6 есе жоғары. Ал жаңағы инсульт тура сондай 4 есе жоғары болып тұрады. Сондықтан осындай жүрек қан тамырлар ауруы мүмкін. Жаңа айттым, қан қысымы жоғарылайды, оның үстіне жаңағыдай атеросклероздық өзгерістер орын алуы мүмкін қан тамырлар ішінде. Осындай білінбейтін, ұзаққа созылған, осындай созылмалы нелер болады, белгілер болады қант диабетінің екінші түрінде. Көбіне бұлар деген бұл науқастар жедел аурулармен ауруханаға түсіп қалған кезде, сол кезде анықталып жатады қанты көтерілген. Мысалы, миокард инфарктімен түскендердің 70%-на жуығы қант деңгейінің көтерілуімен келіп тұрады. Мысалы, сол кезде диагностика болып жатады. Егер де біз деген хотя бы скринингті сол жақтан бастасақ та мүмкін тіркелген науқастардың саны артатын беді. Бірақ енді көп науқастардың көбі осындай инсульт, болмаса инфаркт, болмаса пневмония да басқа да аурулар болып тұрған кезде қан деңгейінің көтерілуімен тіркеліп жатады. Бұл науқастар әрине өте we have to pay close attention дейді қазір аударып назар аударуымыз керек. Осындай науқастарға көбірек назар аударып, олардың диагностикаларын дұрыс жүргізуіміз керек. Жалпы осы екі типтің қайсысы қауіптірек? Қайсысының алдын алса, толығымен емдемесе де өмір жасын ұзартуға болады деп айтайықшы науқастың. Бұл екі типтің да несі асқынулары мәз емес енді. Бірақ санға келетін болсақ, қант диабетімен ауыратын 95%-ға жуық адамдардың бәрі қант диабетінің екінші типімен ауырады. Тек қана 1-5%-ға дейін бірінші типпен ауырады. Бұл бірінші типпен ауыратын науқастар, бұлар деген белгілі бір бұлардың географикалық несі болады, бейімділігі болады. Мысалы, Финляндияда көбірек жаңағы нелерде, скандинавиялық елдерде көбірек ауырады, мысалы, бірінші тип диабетімен. Басқа жақтарда, мысалы, бізде 1-5%-ға деп айтамыз. Енді бұл науқастардың жаңағы нелері, белгілері өте айқын, жедел болғандықтан бұларды 100% енді біз диагностикасын жасап жатамыз. Көбінесе бірінші тип диабетімен енді балалар ауырады. Бұл ауру абсолютті тек қана орын басу емі дейміз, инсулин инъекциялармен ғана емделетін ауру. Бірінші тип. Екінші тип диабетке келетін болсақ, сізде мысалы генетикалық бейімділік болса да, сіз оның алдын ала аласыз. Ол сіз
жаңағы өмір салтын өзгерту, иә, тағамдануыңызға өте мұқият қарау, сосын деген жаңағы физикалық жүктемелерді күнделікті дұрыс мөлшерде істеп отыру деген сияқты мәселелерге көңіл бөлсе, бұл қант диабетінің екінші типін алдын алуға болатын ауру. Бірақ деген асқынулары көбірек, ол екінші тип диабеті, себебі қант диабетінің бірінші типімен ауруларда көбінесе жаңағы атеросклероздық өзгерістер, жаңағы жүрек қан тамыр аурулары азырақ болатын болса, қант диабетінің екінші типімен ауыратын науқастарда жүрек қан тамыр аурулары көбірек болады. Егер де жаңағы ресми статистикаға жүгінетін болсақ, жаңағы all cause mortality дейміз, өлім жітімнің барлық нелерін себептерін қарастыратын болсақ, жаңағы жүрек қан тамыр аурулары бастапқы бірінші, екінші ең жиі себеп болатын аурулар болып табылады, жүрек қан тамыр ауруларынан өлім жітім өте көп. Сондықтан халықтың білімін көтеру керек. Салауатты өмір салты деп қана қоймай, енді қандай да басқа асқынулар болатынын түсіндіріп, жетік айтып, енді қазір ақпаратқа өте оңай қолжетімді уақытта өмір сүреміз қой. Бұл заманда енді дұрыс түсінік беру керек халыққа. Онда айта кетейікші, жаңа сіз бірінші типіне балалар көбінесе шалдығады деп айттыңыз ғой. Бірақ балалардың тәттіден бас тартуы қиын. Ересектермен қарағанда, ересектер кішкене түсінуі мүмкін, балалар сұрауы мүмкін. Онда осы жерде айта кетейік, ата-аналарға қалай балаларды тәтті жеуден шектей алады? Жоқ, бұл жерде сіз деген жаңағы бірінші тип қант диабетімен ауырған кезде енді қант тәттіден шектеу керек деп енді айта алмаймын. Оған сіз белгілі бір, мысалы, сізге тәтті затты қорыту үшін белгілі бір инсулин несі керек, мөлшері керек. Сон дозасын дұрыс есептеп, жаңағы инъекцияны дұрыс салып отырса, онда қант деңгейін, қандағы қант деңгейін қалыпты ұстап тұруға болады. Бірақ бұл екінші шетінен жаңағы басқа да салдарын алып келіп жатуы мүмкін. Сондықтан біз көбіне біз бұны айтамыз, тез сіңірілетін көмірсулар дейміз. Бұл тәтті, ұннан жасалған тағам, күріш, картоп, оларды енді мүмкіндігінше азырақ қолданамыз дейді. Бірақ бұл деген негізінен балалардың жейтін тағамы ғой. Оларға енді жеміс жидек, көкөністерді жегізу қиындық туғызып жатады. Оның үстіне өсіп жатқандықтан оларға көбірек нелер керек болады, энергия көзі керек болып тұрады. Сондықтан бұларда енді бірінші тип диабетмен балаларды қатты шектемейміз, тек қана жаңағы инсулиннің инъекциясын қалай дұрыс есептеуге үйретеміз. Ол үшін бізде жаңағы диабет мектебі деген болады. Түрлі поликлиникаларда өтуге болады, онлайн өтуге болады дегенде. Сол диабет мектебінде көбіне жаңағы ата-аналарына білім береді. Осы бірінші тип диабет бойынша. Балалардың өздері де үйреніп алады олар. Балалар негізі не болады, өте жатық болады да, олар тез үйреніп кетеді да, өздері инъекцияларын өздері салып, қант деңгейін өздері тексеріп, жаңағы репорт беріп тұрады дәрігеріне. Екінші тип диабетіне келетін болсақ, енді бұл жерде өте қатал диета сақтауға енді ұсыныс беремін. Кімде мысалы семіздікке бейімділік, артық салмақ болса, оларға жаңағы тез сіңірілетін көмірсулардан бас тартуға кеңес беремін. Бұларды мүлдем қолданбау керек, себебі сіз тез сіңірілетін көмірсу қолданған сайын сіздерде жаңағыдай инсулині спайк болады. Тез сіңірілетін көмірсуларға нелер жатады? Бұл жаңағыда тәтті, ұннан жасалған тағамдар, картоп және күріш. Осылар тез сіңірілетін көмірсуларға жатады. Мысалы, соны қолданған кезде, мысалы деген бір кекстен ештеңе етпейді деп, читмил деп жеп жатады жаңағыда. Бірақ бұл неге алып келеді сіз деген? Бір апта бойы дұрыс тамақтанып келеттіңіз, енді біртіндеп сіздің инсулин деңгейіңіз қалпына келе бастады да. Айттық
айттық қой біз инсулині жоғары кезең дедік та, инсулин резистенттік кезең. Біртіндеп инсулин деңгейі қалыптығы базальды деңгейге дейін түсе бастады. Бір кезде бір кексте тұрған ештеңе жоқ деп жеп қояды да, сосын мынандай инсулиновый спайк шақырады. Ол инсулиновый спайк ол деген қайтадан айттық қой метаболикалық жады деген үйреніп қалған андай үрдістер қайта орын алады да, сіз деген бір апта ұстаған диетаңызды неге мусорға тастайсыз. Сондықтан бұны үзбей ұзақ уақыт бойы ұстау керек диетаны, және бұл диета қатал болу керек. Бір неде тұрған ештеңе жоқ дегенге енді әсіресе сізде инсулин резистенттілік болса. Инсулин резистенттілік бар жоғын сіздер мамандарға барып, белгілі бір анализдар тапсырып, білсеңіз болады да. Сондай бізде HOMA деген индекс болады, инсулин резистенттілік индексі. Соны есептеп, ол егер жоғары болып жатса, онда инсулин резистенттілік бар деп, сосын диетаны ұстауға кеңес беремін. Көбіне осындай инсулин резистенттіліктің мысал бізде генетикалық себеп болады да, және де жүре пайда болған себептер болады. Жүре пайда болған себептеріне көбіне көп стресс әсер етіп жатады. Стресс жоғары болған кезде бізде стресс гормондар бөлінеді. Бұл стресс гормондары контринсулярлы болып табылады, инсулинге қарсы болып табылады. Инсулинге қарсы болғандықтан олар инсулиннің әсерін азайтады да, ағзада қайтадан инсулин резистенттілік үрдістерін орнатады. Бұлар деген жүре пайда болған, Мысалы деген олар бірдей нелерді, бірдей есікті пайдаланады да. Кортизол көп кіріп атқандықтан клетканың ішіне инсулин кіре алмай қалады да. Сөйтіп деген занят болғандықтан бұл жол бос болмай тұрғандықтан инсулин өзінің жұмысын атқара алмай қалады да. Сөйтіп бұл инсулин резистенттілік тудырады. Осындай бұл жүре пайда болған. Сондықтан негізі стресс менеджмент деген өте ауыр тақырып. Стресс менеджментке үлкен жауапкершілікпен қарау керек. Әрбір адамның несі ол, өзінің жауапкершілігі, өзінің денсаулығы дегенде. Сондықтан қандай да өміріңізде қандай да бір қасіретті жағдай орын алмаса да, өте қатты неге беріліп, қайғыға, стрессті бойыңызға жинамаңыздар. Бұның бәрі ағзада ауру туғызады. Сондықтан стресстен арылу, стрессті неғылу, менеджмент жасауға өте көп көңіл бөлу керек. Әсіресе қазіргі таңда бізде деген ақпарат көздері өте көп, сосын қимылдауымыз аз, оның үстіне сыртқа шығып серуендеп жүрген адамдар өте аз, әсіресе Астанада дейсің ғой. Себебі сіздер біздің ағзамыз мына 4 қабырғада отыруға дизайндалмаған, бұндайға осы 4 қабырғада отыру үшін жасалмаған. Сондықтан біз деген табиғатпен байланыста болуымыз керек. Табиғатпен байланыста болған кезде сыртқа шығып серуендеп, сол пресловутый 10 000 шаг жасап, сол болмаса неге сыртқа шығып жексенбі, сенбі күндері бір күн уақыт таза ауада өткізсеңіздер, бұл стресс менеджменттің бір түрі болып есептеледі. Соның үстіне спортпен айналыссаңыздар, ағзадағы артық кортизолдың бәрі спортпен шолған кезде олар ыдырайды. Болмаса активті түрде спортпен айналысу керек. Осындай сияқты қарапайым кеңестер берем енді стресстен арылу үшін. Енді біз кішкене тақырыптан алшақ кетіп қалдық. Енді 2 түрінің неліктен болатынын түсіндірген түрім ғой. Жоқ, түсінікті. Менің ойымша жақсы ақпарат болды. Стресс менеджмент дегенде бір нәрсе есіме түсіп тұр. Мысалы, адамдар қанттан бас тартам деп диета ұстайды неше түрлі, бірақ соңына дейін жеткізбейді, не жеткізсе қайтадан бұрынғы өмір салтына көшеді. Сол аралықта оның ағзасы стресс алып қалуы мүмкін ғой, қанттан бас тартамын деп. Сондықтан қанттан қадам-қадаммен қалай асықпай бас тартуға болады, және қандай тағамдармен орнын толтыру керек?
енді ондай болмайды, стресс болмайды. Қант алып тастағаннан кейін бұл енді абстиненция деп тұрсыз ғой, қант абстиненция шақырмайды. Мысалы бізде деген жаңағы неше түрлі наркотиктер болады ғой, олар деген жаңағы олардың белгілі бір рецепторлары болады байланысатын ағзада. Және жаңағы темекі шеккенде никотиннің да өзінің белгілі бір рецепторлары болады, соларға байланып бұл әсер етеді, иә. Сондықтан ол ағзаға түспей қалған кезде ол абстиненция шақыруы мүмкін, иә. Бірақ бұл деген қантқа келген кезде дұрыс емес, қанттан абстиненция болмайды, сондықтан бір қандай да бір стресс ағзада туындамайды. Қант алып тастағаннан кейін қантты бірден алып тастасаңыздар болады. Оның орнын басу деген, енді біз жаңа айттық қой, тез сіңірілетін көмірсулар дедік, иә, осы. Бізде енді баяу сіңірілетін көмірсулар бар ғой, сонымен орнын басу керек. Баяу сіңірілетін көмірсуларға жағы балғын, жеміс жидек, көкөністер, картоптан басқасы кіреді, да. Осы негізі жалпы жағы дұрыс тамақ ағзаңыз өзін-өз жақсы сезіну үшін күнделікті жеген тағамымыздың 50% жаңа балғын, көкөністер болмаса нелер жеміс жидектер болу керек. Одан басқа жаңағы баяу сіңірілетін көмірсуларға біздің гречка, қарақұмық, иә. Жаңағы қарақұмық, одан да басқа цельнозерновые продукты дейміз ғой. Тары мысалы да өте жақсы баяу сіңірілетін көмірсуге жатады. Таңертең жаңағы овсяной кашаның орнына тарыдан жасалған каша жесеңіз, ол көбірек пайдалы болады сізге. Әсіресе тарыны көп қатты пісірмей, кішкене қаттылауып жесеңіз, ол дұрыстау болады. Тағы қандай тағамдар? Енді ет тағамдары, жаңағы ақуызды тағамдар рационның 20%-на дейін құрау керек. Бізде енді қазақтар көбірек жеп жатады, жаңағы майлар деген 20%-дан аспау керек, бірақ деген жаңағы науқастардың нелерін бізде мынандай не болады, анкета болады, жаңағы диетаның анкетасы болады, соны 3 күнге толтыруға тапсырма берем, мысалы, болмаса 1 аптаға толтыруға тапсырма берем, соны толтырып алып келеді, соны жаңағы несін жүргізсек, анализ жүргізсек, олардың мысалы 40%-ға дейін май жейді, мысалы, күніне 60%-ға дейін жаңағы ақуыздар жеп жатады. Бұл деген бұл ағза үшін өте ауыр келетін диета, ол деген түсінікті, енді бір қандай да бір компенсаторлы механизмдер дамиды, енді кішкене ағза үйренеді, бірақ ол ұзақ уақытқа ондай механизмдермен ұзақ уақыт жүре алмайды олай. Сондықтан жаңағы кеңес беріп жатасың, 60% шамамен көмірсулар болу керек. Көмірсулар бұлар баяу сіңірілетін көмірсулар болу керек. 20%-ға дейін жаңағы ақуыздар болу керек. Негізі 12% дейміз енді. Сосын майлар 12-20%-ға дейін болу керек тағамның құрамында. Майларға келетін болсақ, енді жаңағы майлар көбіне жаңағы өсімдік текті майлар болу керек. Болмаса жаңағы балықтан алынатын майлар. Енді бізде Қазақстанда балық деген кішкене қиындау ғой. Әсіресе жаңағы теңіз балықтары, мұхит балықтары дегендей, олар жеткізілу қиын, олар көбінесе мұздатылған күйінде жеткізіледі дегендей. Сондықтан жаңағы өсімдік майларына көбірек көңіл көбірек қолдануға кеңес беремін, иә. Олардың құрамында көптеген қанықпаған май қышқылдары болады, олар ағзаға пайдалы болып есептеледі. Сондықтан жаңағы оның үстіне бізде енді біз енді Қазақстанда тұрамыз ғой, біздің жейтініміз жаңағы мал өнімдері ғой, ет, майы, сосын сүті, сүт өнімдері. Осыны сүт өнімдерінің өздерінде өте көп қаныққан майлар көп болады. Бұл қаныққан майлар да зиянды болып тұрады ағзаға. Сондықтан майлы сүт, жаңағы айран дегендерден де бас тартуға, қолдың майы көп жейді адамдар. Бас тартуға кеңес берем. Жаңағы өсімдік сүттері болады, жаңағы овсяное молоко, миндальное молоко, анау-мынау деген, сондаймен алмастырсаңыздар да болады, мысалы. Жаңа осы сүт дедіңіз ғой, жалпы негізінде біз сүтті пайдалы деп ойлаймыз, балаға да береміз, ересектер де ішеді, бірақ ересектер көп дұрыс қорыталмайды дейді асқазаны. Сондай сияқты көп мақтап жіберген қоғамда, бірақ зиян болуы мүмкін. Тағы қандай тағамдар бар? Мысалы, жеміс жидектер қандай уақытта жесе де пайдалы ма?
өте қызықты нені тақырыпты қозғадыңыз. Енді бізде деген өте қызық. Мысалы деген бізде Қазақстанда официальный статистика жоқ ол туралы. Бірақ деген жаңағы лактозная непереносимость дейді. Лактозаны қорыта өте көп кездеседі, әсіресе ересек адамдарда, әсіресе біздің регионда. Менің бүйтіп сараптауым бойынша где-то 60-70%-ға дейін біздің халық жаңағы нені сүт өнімдерін қорыта алмайды дұрыс. Ол деген қандай белгілермен көрінуі мүмкін, да? Көбінесе жаңағы не дейміз, іштің желденуі болмаса деген бір белгілі бір себептерсіз іштің ауырып тұруы дегенде, да, кейде бір іш ауырып кетеді, сосын басылып қалады дегенде, болмаса жаңағы іштің өтуі, болмаса іштің қатуымен көрінуі мүмкін, да? Бір олардың жаңағы гастроэнтеролог маманына барып зерттелесіз, бірақ ешқандай да бір себебін таппайсыз, иә. Жаңағы басқа белгілі бір тағамдарды қорыта алмау себеп болуы мүмкін осыған. Жаңағы лактозын көтере алмаушылықпен қатар, бізде тағы глютенді көтере алмаушылық дейді. Оның деген аутоиммунды түрі болады, сосын жаңағыдай жалпы қорыта алмаушылық түрі болады. Аутоиммундық түрін целиакия деген ауру. Бұлар енді жалпы мүлдем жаңағы глютен дегеніміз дәнді дақылдардың құрамында болатын, жаңағы арпа, сұлы, бидайдың құрамында болатын глютен деген ақуыз, соны қорыта алмаушылық болады. Бұл науқастар енді кейде даже шектеріндегі жаралармен көрініп жатады. Бұл шекте өте қатты қабыну процестері болады. Ол қабыну болғандықтан шектің ішкі қабаты қабынып жатқандықтан әрине ол деген ешқандай да тағамдарды қорытып сіңіре алмайды. Сонымен шектің қызметін нашар атқаратын болады да. Сондықтан егер де бір белгілі бір себептерсіз ішіңіз ауыра беретін болса, болмаса тағы бір тамақтардан кейін өзіңізді нашар сезінетін болсаңыздар, осындай тағамдарды қорыта алмаушылыққа тексерілуге кеңес беремін, иә. Глютенмен қатар бізде тағы да өте қызық нені оқыдым. Саңырауқұлақтарды көтере алмаушылық болады көп адамдарда. Байқап көруге болады енді бұны деген қалай несін диагнозын қоясыз да. Жаңа саңырауқұлақты жейсіз, саңырауқұлақтан кейін ішіңіз өзін қалай сезінетінін бақылап қарайсыз. Енді бұл енді саналы тамақтану деймі. Мысалы деген егерде енді ішіңіз бір осындай ауырып тұратын, тағы да осындай өзіңізді жақсы сезінбейтін кездер болатын болса, біртіндеп бір-бірдеп алып көресіз, жаңағы тамақтанудан жаңағы ингредиенттерді алып тастауды тәжірибе өткізсеңіз болады, иә. Мысалы бірінші, енді ең жиі кездесетін бұл лактозаны көтере алмаушылық болады. Лактозаны алып тастайсыз, иә, сүт тағамдарын бәрін, жаңағы сыр, ірімшік бәрін алып тастайсыз, да. Сметана, кефир дейді, оның бәрін айран, қаймақ, май, осының бәрін алып тастап, енді өзіңізді кем дегенде 3 апта бақылап көресіз. 3 аптаның ішінде жаңағы өзіңізді дұрысырақ сезініп, ішіңіз жақсарып, жаңағы үлкен дәретіңіз дұрысталып сөйтсеңіз, бұл деген жаңағы мүмкін сізде жаңағы лактозаны көтере алмаушылық болды деген сөзді. Болмаса жаңағы саңырауқұлақ жеп көрдіңіз, саңырауқұлақты енді бізде традиционный көп жемейді ғой енді қазақтар. Саңырауқұлақты жеп көрсеңіз, жаңағы содан кейін өзіңіз нашар сезінсеңіз, ол деген саңырауқұлақты жемеген дұрыс деген сөзді. И жаңағы глютен деген, бұл деген ұннан жасалған тағамдарды, соның ішінде даже ржаной хлеб дейді, сонда жемей жаңағыдай өзіңізді бақылап көрсеңіз, мысалы көбіне жаңағы жас адамдарда ол деген немен көрінеді, жаңағы бетінде безеудің көп болуы, терінің түсінің нашар болуы деген сияқты белгілермен көрінуі мүмкін. Егер де жаңағы осы тағамдарды іріктеп, жаңағы тәжірибе жүргізіп, қайсысын көтере аламын, қайсысын қорыта аламын, қайсысын қорыта алмаймын деп саналы түрде өзіңіз тағамдануыңызға қарайтын болсаңыз, енді жаңағыдай осындай терімен болып жатқан мәселелерді де шешіп тастауға болады. Мысалы, енді жас адамдарды денсаулық көп мазаламайды, бірақ деген бетінің түсі көбірек мазалайды ғой, сондықтан келіп жатады мысалы кеңес алуға. Сол үшін айтады екен ғой, эндокринологтар сұлулықты, жастықты сақтай алады деп, дұрыс тамақтану арқылы.
Иә, біздің сондаймыз бар. Ал фруктозаны қорыта алмайтын адамдар бола ма? Фруктоза негізінен біз енді көп не қылмағанбыз. Фруктозаны көп мөлшерде қорытуға біздің ағзамыз бейімделмеген көбінен де. Сондықтан фруктозаны көп мөлшерде жеуге тағы да кеңес бермеймін. Себебі фруктозаны көп мөлшерде жеген кезде бауырдың май басуы орын алуы мүмкін. Бұл деген бауыр май басып кеткен кезде ол деген бүкіл зат алмасу үрдістерін басқаша жүреді, енді патологиялық түрде жүреді. Сондықтан фруктозаны жаңағы қант жемеу үшін фруктозамен алмастырып жатады көп адамдар. Бұл ұзақ уақыт қолданған кезде бұл өте ағзаға нашар әсер етеді. Сондықтан оған да кеңес бермеймін. Онда жеуге болатын тағамдармен бір күндік дұрыс рационды айтып көріңізші. Мысалы, неше мәрте адам тамақтану керек дені сау болу үшін, және қандай тағамдар жеу керек? Өйткені мен мысалы жеміс-жидек жесем, ол пайдалы деп ойладым бүгінге дейін, кешеге дейін немесе, бірақ оның өзі зиян. Жоқ, зиян деп отырған жоқ. Әр нәрсенің өзінің дозасы болады ғой, мөлшер деген. Доза деген бір кез келген зат енді көп мөлшерде сізге от болуы мүмкін, аз мөлшерде ем болуы мүмкін дегендей. Парацельс айтқандай, бұл доза бәрін шешеді, бұл өзінің мөлшеріне байланысты болады. Сондықтан күнделікті әрине жаңағы жеміс-жидектерді жеп тұру керек. Ең тәтті деген затыңыз рационыңызда жеміс-жидек болу керек. Себебі ол деген табиғи тәттілер, оларды жеуге рұқсат, оларға шектеу қойылмайды мысалы. Енді рационға келетін болсақ, енді айттық қой, оны деген енді санап отыру керек. Менде бір белгілі бір дайын рациондары жоқ енді. Бірақ деген көп науқастар жаңағы айтамыз ғой, включенный науқастар болады. Олар деген санап жаңағы колораж, белок, жиры, углеводы деп санап отырады. Енді жаңағы жалпылама айттым ғой, мен кеңес беретін жаңағы 60%-ға дейін, 60-80%-ға дейін жаңағы көмірсулар болу керек. Көмірсулар баяу сіңірілетін көмірсулар болу керек. Және де 15-20% майлар және 12%-ға дейін ақуыздар болу керек рационда. Оны қалай санасақ болады? Енді мысалы таңертең сіз таңертең тұрып жаңағы жеміс көкөніс шырынын ішсеңіз болады мысалы. Одан кейін жаңағы тарыдан жасалған каша, немен овсяной молоко, миндальный молоко қосылған сондай жесеңіз де, оған май қоспай, керісінше жаңағы нелерді, жидектерді қоссаңыз өте пайдалы болады. Кейін түсте мысалы жаңағыдай қойдың етіне жасалған фрикадельки, болмаса котлет, болмаса не дейміз, жаңағы фаршированный перчик сияқты жесеңіз болады. Оны көкөністермен жеу керек, негізге гарнирға. Ал кешкі уақытта мысалы салат, асқабақтан жасалған салат, жақсылап жаңағы маймен, өсімдік маймен заправлять етіп, жаңағы бальзамический уксуспен заправлять етіп, жаңағы нелер қосып, кішкене орех не дейміз, шаңғақтарды қосып, сөйтіп жесеңіз өте пайдалы болады. Негізі біздің ағзамыз жаңағыдай 5 уақыт болмаса 3 уақыт тамақтануға дизайндалмаған қайтадан. Кейбір адамдар тамақты ұзақ уақыт қорытады, оны өзіңіз қайтадан саналы түрде қарап көруіңіз керек. Мысалы деген, егер қарныңыз ашпаса, тамақ жемеген дұрыс. Егер де қарныңыз ашып тұрса, жаңағы жаңғақтармен, болмаса көкөністермен перекус жасаған дұрыс болады. Печеньемен шай ішу дегенде офиста ондай әдеттерден кішкене арылу керек. Бұлардың бәрі өте ағзаға нашар әсер етеді. Әркім өзінің ағзасын тыңдай алу керек. Көңіл бөлу керек қой, өзіне саналы түрде қандай өзгерістер, өзіңізді қалай сезінесіз дегенге жеңіл сезіну керек негізі ағза күнделікті. Ал сіздің кето диета, 16-8 деген диеталар бар ғой қазір, соларға көзқарасыңыз қандай? Енді 16-8 дегеніміз бұл деген жағы аутофагияны белсендендіру үшін жасалған диета.
аутофаги дегеніміз не. Бұл енді бұны айтсам қазір деген біз деген биохимиялық үрдістерге тереңнен кіріп кетеміз. Бірақ деген жаңағы 16 сағат тамақ ішпеңіз, 8 сағаттың ішінде сізде бауырыңызда, бауырда жануар текті крахмал болады, оны аты гликоген. Сол гликогеннің бәрі таусылады бауырда, ол қоры жиналады бауырда көбіне, басым бөлігі бауырда, сосын бүйректе де болады, сосын бұлшықеттерде болады, бірақ бұлшықет ол қанға бөлмейді, тек өзі ғана пайдаланады. Соны жаңағы гликоген ыдырап таусылады 8 сағаттың ішінде тамақ ішпесеңіз. Сол кезде жаңағы біз көбіне не береміз қой, кеңес береміз қой, жаңағы таңертең аш қарынға 8 сағат тамақ ішпегеннен кейін қан анализдерін тапсырасыз деп. Бұл осыған негізделген. 8 сағаттың ішінде гликогеннің бәрі таусылады. Гликоген таусылғаннан кейін жаңағы майдың ыдырау процестері белсендендіріледі. Енді бізге глюкоза үнемі ағзада бір белгілі бір деңгейде ұсталып тұру керек. Базальды деңгей болады, 4,5-6,5 миллимоль на литр дегендей. Осы деңгейде ұстап тұру үшін біздің ағзамызда өте көп механизмдер болады, оны реттеу механизмдері. Соның бірі жаңағы гликогеннің ыдырауы. Сол гликоген таусылғаннан кейін глюконеогенез деген процесс орын алады. Ол дегеніміз көмірсу текті емес химиялық қоспалардан көмірсуларды өндіру. Бұл бауырда жүретін үрдіс, бауырда және бүйректе де жүреді. Бұл кезде жаңағыда бізде амин қышқылдарынан, сосын амин қышқыл негіздерден, сосын майтынның глицеролынан нелер, көмірсулар түзіледі. Кейін оны ағза қайтадан бізде көмірсу глюкозаны міндетті түрде, абсолютті түрде тек қана глюкозамен тағамданатын, энергия алатын тіндері болады. Соның бірі ми, мида глюкоза және кетон денелермен тағамданады. Мысалы эритроциттер, тағы да бүйректің белгілі бір клеткалары, оларға міндетті түрде глюкоза керек өмірін ұстап тұру үшін. Сондықтан бізге белгілі бір қанттың деңгейі керек ағзада. Оны ұстап тұру үшін бізде жоғарылату үшін нелер өте көп, механизмдер өте көп. Бірақ оны төмен түсіретін механизм ол тек қана жаңағы инсулин. Сондықтан біздің ағзамыз мынандай молшылыққа үйренбеген дегендей, мынандай ашаршылықты ұстап тұратын механизмдер өте көп та, аштық кезінде. Бірақ деген жаңағы тойып жеп жүрген кездегі қантты төмендететін механизмдер біреу-ақ, ол инсулин ғана. Сондықтан тойып жеуге кеңес бермеймін деп па жалпы. Содан кейін мысалы деген енді ұстап тұру керек. Сол кезде ол деген 18 сағатқа дейін уақыт алады майтын глюконеогенезін алу. Одан кейін енді ұзақ уақыт ашығу үрдістері орын алады. Бұл кезде енді метаболизм толығымен басқаша жұмыс істей береді. Ал енді сіз жаңа 16 сағат ашыққан кезде енді жаңа 8 сағаттан кейін таусылды ғой, 8 сағаттың ішінде тағы да майтынның ыдырау процестері және аутофагияның белсендіру жүреді. Аутофагия дегеніміз не? Жаңағы сізде клеткаңызда мысалы деген көптеген нелер болады, не дейміз, мусор болады, ана тойып жеген кезде оны деген клетка неғылу өңдеп үлгермейді, шығарып тастап үлгермейді. Сонымен ол деген белгілі бір жерлерде қалып қоя береді, жинала береді. Бұның бәрін біз не дейміз, жаңа шлаки деп айтады ғой, любимое слово экспертов, да, бұлар деген жаңа жиналып қалады клетканың ішінде. И жаңағы сіз ұзақ уақыт ашыққан кезде аутофагия үрдістері белсенеді. Осы шлактарды кішкене қорту үрдістері іске қосылады. Сондықтан бұны мен ойлаймын жақсы тәжірибе деп ойлаймын. 16 сағат ашығу, оны күнде істеуге болады, оны аптасына 2-3 рет істеуге болады, болмаса одан да ұзағырақ болады ашығуға. Себебі жаңағыдай бізде қант деңгейін белгілі бір неде ұстап тұру нелері, механизмдері өте көп. Сондықтан өте жақсы үрдіс деп ойлаймын. Енді оған мысал ретінде енді ораза ұстау ғой. Соны көбіне жаңағы
бірақ енді бізде көп адамдар түні бойы ұйықтамай тамақ жейді содан кейін өздерін нашар сезінетін болады. Түнгі уақытта ұйықтау керек енді. Кеш батты ма, сәл легкий перекус жасап, ұйқыға жату керек. Таңертең ауызбектерде тағы да жеңіл тамақ жеп, жаңағы көбірек су ішіп, жаңағы ағзада судың деңгейін ұстап тұратын тағамдар жеп дегенде сөйтіп ораза ұстаса ағзаға өте пайдалы деп сенемін. Бірақ жаңағы түнгі уақытта болатын кішкене енді біздің циркадтық ритмға кішкене қайшылау келіп жатады. Бірақ егерде адам бұл неге жаңағы ораза ұстауға саналы түрде кіріссе, бұл да өте пайдалы деп ойлаймын ағзаға. Оразаның кезінде белгілі бір мысалы қант диабетімен ауыратын науқастарға да болады. Егерде олардың ауыр асқынулары болмаса, қосымша басқа аурулары болмаса, оларға да ұстауға болады. Бірақ жаңағы оразаны ұстайтын кезде бізде белгілі бір өзіміздің нелеріміз, ұсыныстарымыз, кеңестеріміз болады. Соған құлақ түрсе деп ойлаймын. Ол енді өте үлкен әңгіме. Оны деген бөлек уақытта болмаса бір видео түсіріп сөйтіп жариялауға болады деп ойлаймын. Нелерге, науқастарға жеңілірек болсын депті ұстау кезінде. Бірақ деген егерде сізде ішетін дәрілеріңіз көп болса, олар дәрілерді уақытымен ішу керек болса, енді бұндай науқастарға енді ораза ұстауға кеңес бермеймін. Себебі мысалы сіздерде жаңағы жүректің созылмалы жетіспеушілігі деген болады. Ол кезде белгілі бір дәрілерді уақытымен ішіп отыру керек. Мысалы, басқа да созылмалы аурулар болады, уақытымен дәрі ішу керек болатын аурулар. Ол кезде енді ондайға ораза ұстауға рұқсат беруге болмайды. Сондықтан ораза ұстардың алдында міндетті түрде өзіңіздің дәрігеріңізбен мұқият кеңесіп, жаңағы бүкіл берген кеңестерін не алып ұстау керек саналы түрде. Ал қандай жаңа дәрі-дәрмек айтып жатырмыз ғой, қандай тағамға қосымшалар бат дейміз ғой, солай ішуге бола ма, қандай түрлерін ішуге болады? Негізі сіз өзіңіз жаңағыдай не дейміз, құнарлы тамақ жейтін болсаңыз, жаңағы биологиялық активті қоспаларды ішудің қажеті жоқ болып жатады. Егер де сізде бір белгілі бір жетіспеушілік болса, мысалы темір жетіспеушілігі, йодтың жетіспеушілігі, оларды біз қанның анализі арқылы біліп отырамыз. Сондай болып тұрса ғана енді қосымша ішесізді. Бірақ деген мына биологиялық активті, тағамға биологиялық активті қоспалардың проблемасы ол деген бұл препараттарға рұқсатты бізге тағам өнеркәсібі рұқсат береді. Мысалы дәрі-дәрмектер, аптекада сатылатын дәрі-дәрмектер, оларға біз деген жаңағы фармаконадзор дейді, сондай білікті орган береді. Мысалы Қазақстан территориясына белгілі бір дәрі-дәрмекті сату үшін олар деген міндетті түрде тіркеуден өту керек. Тіркеу кезінде бұның соның ішінде осы мысалы д-дәрумен дейікші, д-дәруменнің осы белгілі бір нанограммы бар ма, жоқ па, мысалы 700 нанограмм бар деп айтайық та, сол 700 нанограмм бар ма, жоқ па тексеріледі мұқият, содан кейін ағзаға түскеннен кейін оның сіңірілуі қаншалықты екенін тексереді, оны волонтерларда жаңағыда клиникалық сынама өткізеді, жаңағы ішеді мысалы науқас, содан кейін 1 сағаттан кейін, 2 сағаттан кейін, 12 сағаттан кейін тексеріп жатады. Содан кейін ғана жаңағы тіркеуге осы Қазақстан территориясына сатуға рұқсат беріледі бұл дәрі-дәрмекке. Ал жаңағы биологиялық активті қоспаларға келетін болсақ, оның ішінде не бар екенін біз білмейміз. Қандай мөлшерде екенін білмейміз. Айттық қой жаңағы деген доза деген өте маңызды. Оның дозасы сақтала ма, сақталмай ма, оның белгісіз. Оның үстіне бұл деген жаңағы созылмалы аурулары бар науқастарға өте қауіпті. Мысалы деген бір науқастардың бүйрегі мысалы 30%-ға 40%-ға жұмыс істейді деп айтады енді жалпақ тілде. Сондай болса, оларға кейбір біз деген дәрі-дәрмек берген кезде оларға жаңағы доз adjustment жасаймыз, дозасын есептеп, сізге енді азайтып, болмаса сөйтіп береміз, себебі ол бүйрегіне ауыртпашылық түсіреді. Ол деген бұл дәрі неден ағзадан шығарылмаса,
уақытында ол уытты әсер беруі мүмкін дегенде, иә. Сонымен қатар бауырдың созылмалы аурулар кезінде, иә, осындай үрдістер болуы мүмкін. Сондықтан осындай науқастарға жаңағы биологиялық активті қоспаларды ішу өте қауіпті деп айта аламын, иә. Жаңағы оның үстіне жаңағы биологиялық активті қоспаларды көп қолданатын науқастар көбіне көп жаңағы бізде ауруханаға түсіп жатады, токсик уытты гепатит дейміз. Сондай диагнозбен бауыры деген көтере алмайды, ананың бәрін қорыта алмайды, ішінде не бар екенін білмейміз ол қоспалардың, иә. Кейбір науқастар мүмкін өздерін жақсы сезінетін шығар, кейбіреулерге жақпауы мүмкін. Бұны тек қана дәрігердің кеңесімен, енді дәрігерлер жаңағы биологиялық активті қоспаға кеңес береді деп айта алмаймын енді мен. Сондықтан мысалы деген витамин D деп атады, жаңағы неден iHerb-тан сатып алып келеді науқастар деген, айлап ішіп атады, витамин D-сі көтерілмейді, себебі ананың ішінде витамин D жоқ. Зато олар деген оны қанша 1000 теңгеге сатып алып жатады, бір несін, бір вайл 10 000 теңгеге алады да, оны деген ішеді, оның ешқандай әсері жоқ мысалы да, себебі оны тексермейді ғой ешкім, дозасы бар ма жоқ па, ішінде витамин D бар ма жоқ, ол жақсы сіңіріле ма жоқ па дегенде ешкім тексеріс жүргізбейді. Сондықтан бұған да өте саналы түрде қарауға кеңес беремін, иә, жаңағы биологиялық активті қоспаларға. Шынымен ішінде бар ма жоқ па, енді ол әркімнің ол жаңағы не дейміз, өндірушінің сана сезіміне ғой. Көбінесе тамақ ішкеннен кейін тәтті жегің келеді ғой, көп адамда бар сияқты. Демек эндокринологқа қаралу керек па? Жоқ, тамақ ішкеннен кейін тәтті жеңіз келсе, жеміс жидектер жеңіздер, пожалуйста, оған деген ешкім сізге. Шоколад жегіңіз келсе. Шоколад жеуге болады, неге болмайды, енді кішкентай жаңағыдай шоколадтың несі проблемасы не, оның ішіне қант қосады, сосын май көп болады, иә. Аны какаосының несі проценті жоғарылақ шоколад, жаңағы қара шоколадтар болады, 80-70% какао құрамында. Олар енді май азырақ, қанты жоқ болады, бірақ дәмі де өте тәтті емес. Сондай не болады, пайдалырақ болады, енді оны жесеңіз болады, енді шоколад жегіңіз келіп тұрса, бірақ деген тәттілерді көбіне жаңағы құрамында жаңағы несі қанты жоқ, глютені жоқ, сосын жаңағы сүт тағамдары жоқ, сливки жоқ деген нелер дұрысырақ болады енді. Тамақтарда, тәтті өнімдер. Кофе мысалы, ол зиян ба? Мысалы сүт бар, қант бар құрамында. Сіз неге оны сүт пен қантпен ішесіз? Таза ішу керек па? Кофе өте жақсы сусын, бауырға жақсы әсері бар, бүйректің жұмысын ынталандырады дегендей, таңертең оянуға көмектеседі. Бірақ бұл деген кофенің несі жаңа энергия қорын түзбейді да, ол деген сіздің энергия қорыңызды жылдамырақ пайдалануға күшейтеді, пайдалануды күшейтеді. Сондықтан егерде өзің кешке кофе ішкен күні кешке өзіңізді бақылап көрсеңіз, кішкене шаршауыңыз көбірек болады, сондай дегендей. Кофе ішпеген күндермен салыстырып көрсеңіз дегендей. Кейде үйреніп қалады кофеға да. Бізде кофеиндік рецепторлар бар ағзада, сондықтан кофеден абстиненция болуы мүмкін. Кофе ішіп үйреніп қалғаннан кейін кофені ішпей қойсаңыз, кішкене жаңағыдай ағзада стресс туындауы мүмкін. Сондықтан біртіндеп арылу керек ол неден. Оның үстіне жалпы енді кофе зиян деп айта алмаймын. Қайтадан доза өте маңызды, күніне 3 порция кофеға дейін ішуге болады. Көбіне таңертеңгі уақытта. Егерде түстен кейін ішіп отырсаңыз, кешке ұйықтауыңыз қиындап кетуі мүмкін де. Кешке онда адам ұйықтау керек. Кеш батқанда. Күшті тақырыпқа келдіңіз. Ұйықтау деген қаншалықты маңызды? Гормондардың жұмысы үшін, қант диабетіне шалдыққан адамдар үшін, жалпы бәріміз үшін? Ұйықтау деген өте маңызды тақырып. Маңыздығы сонша, мен ойлаймын, осыдан 2 жыл бұрын Данияның ғалымдары ғой деймін, циркадтық ритмнің молекулярлық негіздерін ашқаны үшін Нобель сыйлығын алған болатын. Бұл циркадтық ритм дегеніміз жарық, қараңғы циклы. Бізде жарық кезде, күн шыққан кезде белгілі бір гормондар бөлінеді.
түн батқан кезде мысалы деген жаңағы искусственный источники света дейміз ғой, жасанды жарық. иә, жасанды жарық көздерін егерде қолданбасақ кешкі уақытта жаңағы күн батқаннан кейін біздің ағзамызда біріндеп мелатонин деген гормон бөліне бастайды. Мелатонин гормоны бұл деген жалпы антиоксидант болып есептеледі, ағзаның жаңаруына себепкер. Мелатонинмен қоса ол деген жаңағы өсу гормонын ынталандырады, өсу гормоны бөлінуін. Егер де сіз уақытында ұйықтаған болсаңыз, мысалы сағат 10-ға дейін ұйықтап қалған болсаңыз, түнгі сағат 12 мен 2-нің арасында сізде жаңағы ненің өсу гормонының секрециясының пик болады. Сол кезде бұл өсу гормоны жаңағы не істейді ол деген, жаңағы кальций, ағзадағы кальцийді сүйекке кіргізеді, сосын деген жаңағы амин қышқылдарын бұлшықеттерге кіргізеді. Сөйтіп бұлшықеттің және сүйек массасын ұлғайтуға және бұлшықет массасын ұлғайтуға әсер етеді. Егер де өсу гормоны оның үстіне жаңағы бұлшықеттің өзінің массасы ұлғайғаннан кейін бұл екі май мен бұлшықеттің арасында өзінің интерплей болады. Соның әсерінен мысалы май тіні азайып жатады мысалы, да? Ал егер де сіз деген уақытында жатпай, жаңағы өсу гормоны дұрыс бөлінбесе, жаңағыдай, ол не істейді енді, май тіні көбейе береді сізде, бұлшықет тіні азая береді. Егер де байқаған болсаңыз, аяқ қолдары жіңішке, сосын деген жаңағы қарны бар, жаңағы несі транкал обесити дейміз, сондай бар адамдар көп, әсіресе қалалық тұрғындар, себебі физикалық активтілік нашар, түнде дұрыс ұйықтамайды дегендей, тағы да стресс әсер етеді, сөйтіп өстіп осындай өзгерістерге алып келеді денесіндегі. Тағы не, сосын жаңағы сіз қалпыңызға келу үшін кортизол төмен түсу керек. Түнгі 12-де кортизолдың ең төменгі мөлшері ағзада болады. Ол таңғы сағат 5-тен кейін жоғарылайтын синтезде. Ол не үшін керек? Сіздің ояну үшін, сізге тонус береді, жаңағы несінің қан қысымын жоғарылатады дегенде, сізді оянуға жағдай туғызады. Кортизол бұл таңертең бөліну керек. Сонымен қатар қалқанша безінің гормондары таңертең бөлінеді. Таңертең бәрін сіздің ағзаңыз жақсы оянып, жаңағы тонуста болу үшін жағдай туындатады. Сондықтан ағза уақытында өзіне қалпына келу үшін, уақытында тұру үшін, сіз уақытында жатып, уақытында оянғаныңыз абзал. Бұның бәрі денсаулыққа өте пайдалы. Сіздің бізде болады, мысалы деген науқастар келіп жатады, әсіресе қант диабетімен ауыратын науқастарда, мысалы қанты дұрыс емес болып тұрады. Мысалы деген оны деген ретте алмай бір қиындап, сосын қарапайым сұрақтар болады мұндай, мысалы деген ұйқыңыз қалай, мысалы сын анықтап жатасың, кейін сұрағаннан кейін жаңағы науқас түнгі уақытта жұмысқа шығып кеткен болатын, сондықтан қанты дұрыс емес мысалы, да. Бұл өте маңызды, әсіресе жаңағы қандай да бір аурулар бар науқастар үшін, оларға уақытында ұйықтап, уақытында тұру деген, түнгі уақытта ұйықтамау деген өте ағзаға зиянды әсер әкеліп жатады. Әсіресе семіздіктің жоғарылатуына, семіздікті тудыруына алып келіп жатады. Май тінінің көбеюіне, семіздік дегеніміз не, ол май тінінің шектен тыс көбейіп кетуі ғой. Соған алып келетін жағдайлар туғызады уақытында ұйықтамасаңыз, және қанттың жоғарылауына да алып келіп жатады. Түнде ұйықтамайтын адамдардың диабеті да туындауы мүмкін. Сол семіздікке алып келеді, кейін ағза шаршағаннан кейін қанттың да жоғарылып кетуіне алып келуі мүмкін. Сондықтан уақытында ұйықтау өте маңызды. Уақытта жылжытты ғой бізде 1 сағатқа, сол әсер ете ме адамдарға? Енді әсер еткенде кешке істейтін заттарыңыз таңертеңгі уақытта істесеңіз болады ғой деген. Мен негізі қолдаймын бұны. Себебі деген жұмыстан келген кезде уже қап-қараңғы болып тұрады ғой, дұрыс па? Енді деген не істейсің? Үйге келіп, жуынып, шайынып, ұйықта.
таңертең ертерек тұр, мысалы да, 5-те уже жарық болып жатады, ертерек тұрасың. Бұл жаңағы кәдімгі циркадты ритмге оңтайлы деп ойлаймын. Енді түсініп тұрмын, енді жаңағы біздің шығыс аймақтарда өте қатты түнгі уақытта уже күн шығып жатады. Енді оған да бейімделуге болады, бірақ біздің жұмыс уақыты бейімделмеген ғой. Оны да заңдастыру керек деп ойлаймын. Мысалы деген, егер де 1 сағатқа окей, жылжыттыңыздар, банк системасына оңайырақ болсын, жаңағы немен қарым-қатынас, батыс елдермен қарым-қатынас жеңілірек болсын деп жылжытқан шығар. Енді менің пайымдауым бойынша окей, жылжыттыңыздар, бірақ енді деген, мысалы мектепті 1 сағат ертерек бастайық онда, да, балалар үйге ертерек қайтып келсін, жұмысты 1 сағат ертерек бастайық, ондай нелер әрекет орын алған жоқ қой. Сонымен бұнда заңдастыру керек деп ойлаймын, реттеу керек. Егер 1 сағат ерте жылжыттыңыз, окей, енді давайте ерте. Мысалы деген, Америкада да кейбір штаттарда білесіз ғой, сағат түнгі 3-те уже күн шығып жатады, кейбір штаттарында түнгі 3-те әлі түн дегендей. Сол сияқты бізде кішкене не қылуымызға болады ғой, бейімделуімізге болады ғой соған. Бұған енді мен ойлаймын, мемлекет заңдастыру керек деп. Жақсы, рахмет. Адамдар қазір мысалы қандай гормондарды алдымен тексерткені жөн? Мысалы көрген осы көрермендер. Енді сіздер тек қана гормондар емес, тағы да зат алмасуының көрсеткіштері бар, соларды тексеру керек дегендер. Ең алдымен біз Қазақстан енді эндемиялық аймақ. Біздің Қазақстанда, біздің топырағымызда йод аз. Сондықтан қайбір жылдары дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы бізде 2 программа жүргізген болатын, жаңағы йодтандыру деген. Бірінші олар деген ұнды йодтандырады, бірақ бұл программа дұрыс болмайды, себебі олар деген жоғарғы сорт ұнды йодтандырады, сөйтіп йод жеткіліксіздігі әлі де орын алып тұрады. Содан кейінірек бұлар жаңағы ас тұзын йодтандырады. Ас тұзында сіз деген жағыда 5 граммға дейін, 2-3 грамм ғой күнделікті қолдану мөлшері. Соны қолдансаңыз, сізге күнделікті йодтың несі келіп тұрады. Күнделікті дозасы түсіп тұрады ағзаңызға. Бұл жеткілікті, соңғы уақытта бізде енді жағыда йод жетіспеушілігінен болатын жағыда гипотиреоз дейміз, ондай аурулар азайып кетті. Бірақ енді бізде бар андай фитоняшкалар, олар деген гималайская соль, бірдеңе соль дегендерді пайдаланады да, сосын деген йод жетіспеушілігінен болған гипотиреозбен кеп тұрады. Сосын айтамын ғой, обычный арал тұзымен қолданшы, пожалуйста. Дегенде маған деген арал тұз роялти төлеу керек уже деп. Арал тұзын амбассадоры дейсің ғой. Так, келесі енді йод жетіспеушілігі эндемиялық аймақта өмір сүргендіктен біз қалқанша безінің гормондарын тексеруіміз керек. Ол дегеніміз ТТГ, тиреотропты гормон, және бос Т4-ден Т4-ді тексеру керек. Мысалы скрининг ретінде, одан кейін биохимиялық анализдің ішінде ағзада аш қарынға глюкозаны тексеру керек, сосын майлардың алмасуын тексеру үшін жалпы холестерин мен триглицеридтерді тексерген абзал. Оның үстіне не дейміз, бүйректің қызметін тексеру үшін креатининнің деңгейін тексерген дұрыс. Қалғандары енді шағымдарға байланысты болады. Және де инсулин тексерген күні, глюкозаны тексерген күні инсулинді тексергенде абзал. Сол кезде инсулин резистенттілік бар ма, жоқ па дегенде білуге болады. Оның бәрін дәрігердің кеңесінен кейін кеңесіне барғанда анықтап сұрауға болады да. Бұл сұрақтардың бәрін. Жақсы, рахмет. Қорытынды сұрақ болсын. Мана қант диабетіне қайтадан оралғым келіп тұр. Бірінші тип ол тұқым қуалайды дедік қой. Тұқым қуалау арқылы жұға ма? Жоқ, бірінші тип бұл деген тұқым қуалаушылық бейімділігі аз, бірақ деген аутоиммундық ауруларға деген бейімділік генетикалық болуы мүмкін бірінші типте. Бұл деген HLA система дейді, сол жақтан басталатын аутоиммунды. Мысалы, аутоиммунды аурулар деген бізде көп қой, аутоиммунды тироидит болуы мүмкін, қалқанша безінің аутоиммунды аурулар, аутоиммунды сіңірлердің, бұлшықеттердің аурулары болуы мүмкін. Сондайға бейімділік болса, егерде неде жанұяда, ол да қауіп-қатер фактор болып саналуы мүмкін. Бірақ көбіне бірінші тип диабеті тұқым қуалаушылыққа бейімділігі жоқ деп айтамыз. Керісінше екінші тип диабетінде
тұқым қуалаушылыққа бейімділік болады, иә. Мысалы деген, егер де сіздің жақын туыстарыңыздың ішінде кімде-кім қант диабетімен ауырған болса, екінші тип қант диабетімен, сіз ертерек тексеріліп, жаңағы алдын алып дегендей шаралар қолдансаңыз болады. Себебі екінші тип диабеті өте тұқым қуалауға бейімді ауру болып саналады, иә. Жаңа айттық қой, құлыптың проблемалары, жаңағы замочная скважина проблемалары, олар деген тұқым қуалайтын проблемалар. Мысалы стресс енді жаңа жүре пайдалы болған дедік қой, бірақ деген жаңа құлыптың өзіндік проблемалары болса, олар деген тұқым қуалауға бейімділік тен болып тұрады. Сондықтан екінші семьяңызда кімде-кім екінші тип диабетімен ауырған болса, өзіңіз жаңа тексеріліп, алдын алу шараларын қолданғаныңыз өте дұрыс болады. Жақсы, көп рахмет. Осымен аяқтайық. Көп пайдалы мәліметтер алдық. Келгеніңізге рахмет және жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Рахмет, шақырғандарыңызға рахмет. Аз да болса бір халықтың білімін толықтырғаныма қуанамын өзім. Адамдар өзінің денсаулығына саналы түрде қараса деген үмітпен осындай талқылауларға жиі келіп тұруға тырысамын өзім. Рахмет. Рахмет, сау болыңыздар. Рахмет, біздің қонағымыз эндокринолог ғалым Құралай Атагелдиева. Лайк басып, пікір жазып және достарыңызға жіберіңіздер. Көбірек білейік қант диабеті туралы.